Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Біздің каналда көретіннің көбі біздің арнаға тіркелмей көретін. Сол себепті біздің арнаға тіркеліп, комментарий жазып, жақсы пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Бүгінгі мәселе, кеше бір бауырым жазған екен. Мен тауық бақпаймын, бірақ тауық баққым келеді деп, манағыдай неде тұрады екен өзі. Білмеймін сіздерді қалай айтатынын. Бізде Атырауда корпус деп айтады. Манағыдай этажный 5 этажы, 9 этажы үйлерді біздерде корпус деп айтады Атырауда. Мен соған үйреніп қалдым. Сонда 5-6 этажы домдарда тұратын адамдарға бір кеңес айтайын, енді қалай ақша табу керек екен. Компьютер жағынан емес, олар енді ютубтан уақыт керек деп тұр ғой, бізге былай ақша табу керек дейді. Соларға айтарым, енді оны жалғыз енді 9-8 этажда тұратындар тапсын демеймін, жер үйде тұратындар да табуға болады. Қазір Орал қаласында тұрам, Орал қаласы бойынша енді 4-3 птиц фабрика бар, жұмыртқа сататын. Солармен доғырға отырасыз. Енді білмеймін, әрі қалада бар, Құлсарда бар, Атырауда бар ма жоқ па білмеймін, Атырауда да болу керек, Шымкент жақта бар, Алматыда бар, әр облыста, әр қалада бар, ондай бір фирма болады, любой жерде. Солардан жұмыртқа аласыздар, арзан бағада жұмыртқа аласыздар да базарға барып сатасыздар. Мысалы, базардың басынан да алуға болады. Бір кассет жұмыртқа 1000 теңгеден базар басынан алып, ауылдық жерлерге апарып, манағыдай тауық бақпайтын жерлерде бар ғой, арзан жұмыртқа қымбат ғой бәрін. Үстіне бір 200 теңге қосып сатуға болады, 1000 теңгеге алып, бір кассет 1200-ге сатуға болады. Или болмаса тікелей манағыдай завод басынан алатын болсаңыздар, птиц фабриканың өзінен алатын болсаңыздар, ол сіздерге вообще тиімді болады, арзан болады. Мысалы 28 теңгеден алып, 48 теңгеден 45 теңгеден сатсаңыздар да сіздерге жақсы пайда болады. Енді көп айту мүмкін, 10 теңге 20 теңге ғой деп. Басында мен де сөйтіп ойлайтын, 10 теңге 20 теңге не болады деп, ақша емес қой деген сияқты. Оказывается, ақша деген тиыннан құралады екен. Мысалы айтатын болсақ, сіз енді алғанда 1-2 кассет алмайсыз, сол 1-2 кассеттен енді кішкене өнбейді. Тонналап аласыз. Тонна деген енді 100 штуктан аласыз, кейде 50 штук аласыз, сөйтіп манағыдай бастап 50 штук алсаңыз, сатып болғаннан кейін тағы да 50 штук алыңыз. Оны сатып болғаннан кейін тағы да алыңыз, сөйтіп мана ақшаны үстіне қосылған сайын көбірек алып сата бастайсыз. Көбіне айтатым, енді мана этажный домдар тұратын алатын адамдар алып базардың басынан сатқан жақсы болады. Базардың басынан тегін точкалар болады. Сіздің өзіңіздің астыңызда машина болса, машинамен тұрасыз, базардың қасында типа мында парковкада тұрған сияқты тұрып, жұмыртқа сатам деп ауызша айтып тұрсаңыздар, манағыдай пішіне бірдеме сатып отқан адамдардың қасына 1-2 кассет жұмыртқаңызды апарып қойып, қасында сатайыншы сізбен бірге деп сияқты жақсы өтіп жатса, еңбегіңізді берем, или обед алып берем деп келісіп сатуға болады. Ақша табамын деген адамға ақша табуға болады. Енді көбі ауадан жасаймын ақшаны, авиатрунем дейді ғой. Енді ондай харам ақша тапқанша, енді адал ақша тапқан жақсы. Енді сіздерге айтпаймын, енді кәдімгідей жұмыс жасап, еңбекпен ауыр нәрсе істеңіздер деп. Құттай адамның басын қимылдатса, ішіне мида жасатса, ақша табуға болады. Действительно ақша табуға болады. Сосын сіздерге айтатын осындай кеңес бере аламын, енді 9-8 этажыншы үйде тұрып тауық баққысы келетін адамдарға. Әзірге осы міне бүгінгі тақырып жұмыртқа бағытындағы тауықтың жұмыртқасын сату мәселесі бойынша ғой, бүгінгі тақырып. Видео ұнаса лайк басыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Енді бұйыртса тағы да қандай видео салайын, осы комментарияның астына жазып кетіңіздер. Бір бауырым жазып кеткен екен, тауық туралы түсіріп жатсыз ғой, типа қазір көп адамдар мына тауық туралы түсіреді ғой, уже қызық емес, тауықты қалай дамыту керек, тауықтан қалай ақша жасау керек, сол туралы түсіріңізші дейді. Енді мен
ол бауырымның айтқанын түсіріп жатырмын. Дегенмен де басқа да адамдар бар. 100 адамның бәрі бірдей емес. Сол себепті барлығына ұнау енді менің міндетім емес. Енді бір сөзбен айтқан міндетім емес, барлығын ұнау. Енді біреуіне ұнаймын, біреуіне ұнамаймын. Сол себепті қолымнан келгенше тырысам. Енді халыққа ұнап жатса вообще күшті болады. Ұнамаса енді ренжімейміз. Әзірге осы арнаға жазылыңыздар. Тағы да айтатын 4000-ға жеткізсек, бір 100 адам керек 4000-ға жеткізу үшін. Сол себепті сіздерден көмек ретінде достарыңызға, бауырларыңызға, ағайындарыңыздың таратып, арнамызы 4000 подписчикке жеткізсек. Әзірге осы. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.